Ананың асыл арманы. Баяғы заманда жұпынығаны үйде бір әйел 3 ұлымен тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Бір күні әйел өзі кестелеген орамалдарын базарға сатуға апарады. Орамалдарын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен сондай әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көгал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Әйел бар ақшасына әлгі әдемі суретті сатып алады. Әйел үйге келген соң суретті балаларына көрсетеді. Сурет ұлдарына да қатты ұнайды. Шеше, осындай үйде мен де тұрар ма екем, дейді. Кіші ұлы Сырбай, егер сіз осы суретті орамалға дәл өзіндей етіп кестелесеңіз, сол суреттегі өмірдің ішінде өзіңіз де тұрғандай болар едіңіз, дейді. Бұл да дұрыс екен, осылай етіп бір көрейінші, дейді де әйел кестелеуге кіріседі. Ана 3 жыл кестелеген орамалын сыртқа алып шығып, балаларын қасына шақырады. Орамалдағы ғажайып суретке 3 ұлы да таң-тамаша қалады. Не деген керемет кесте, ғажайып сурет қой, осындай да шеберлік болады екен-ау деп таңданыпты олар.